Кеш жарық, қадірменді оқушылар, достар, бүгін бізде міне маска тігу әдісін көрсетейік деп отырмыз. Үйде егер де үйде мынандай маталарыңыз болса, ХБ мата, яғни біз осы матаны 18-де 15 размерінде өлшеп алып 3 қабаттап кестік, яғни мұны 3 қабаттан тұратын болады. Мынандай лента сияқты құлаққа байлайтын жасап жатырмыз. Ол яғни екі жақ шетінде масканың 18 см өзі алса, екі жақ шетінде 25 см-ден, яғни екі жағынан шығып тұрады. Одан кейін мынандай екі лента, ол да екі жақ шетіне мына жағына кромка ретінде пайдаланатын болады. Қазір мен сіздерге түсіндіремін қалай тігілетінін. Қазір мына жерде төрт жақ шетінен тігіп өтіп шығамыз. 3 қабат матаны, яғни бірдей қыл. Енді кейін бізде екі жағынан 3 см-ден өлшеп аламыз. Мына жерде мына 3 см өлшеп алғаннан кейін әр арасын 1-1 см-ден шопқа қалдырамыз. Міне бізде осындай тігіс шықты. Енді қазір үшке бөліп үтіктейміз. Енді үтіктеп алғаннан кейін мына жақ шеттерінен қазір шоп жасаймыз, екі жақ шетіне. Енді келесі кезекте былай матаны жаңа қоямыз да кромкасын жасаймыз, яғни 0,5 мм аламыз да тігіп шығамыз. Одан кейін бұны бүктеп, үшке бүктеп қайырамыз да, яғни екінші жағына тігіп айналдырып шығамыз. Екінші жағы дәл солай. Ұзын 68 см лентамызды аламыз да, оның 25 см-ін бір жақ құлағына, одан кейін екінші жақ 18 см ортасында қалады, екінші жақ 25 см ана жағымызға кетеді. Одан кейін мына шетін бүктеп, қайырып, үшке бүктейміз де осылай тігіп шығамыз. Міне бізде бір жағы дайын болды. Яғни
Енді екінші жағын дәл осы жағдайда тігеміз. Мінекей біз мына екінші жағын аяқтап қалдық. Егер де сізде үйде машинка болатын болса, 15 минутта өздеріңізге бір маска тігіп алсаңыздар болады. Мінекей біздің маска осындай болып шығады. Жақсы, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сіздерде осылай шығады деген үміттеміз. Сау болыңыздар.